Қызылорда қаласының тұрғыны Сымбат Әбдірахманова мультфильм құрастырды. Баланың ақыл ойын дамытуға арналған мультипликациялық туындылар қазақ тілінде дайындалған. Сонымен бірге бұл мультфильмдер мүмкіндігі шектеулі балаларды сауықтыру үшін әдістемелік құрал ретінде де пайдалы. Сондықтан Сымбаттың ойлап тапқан кейіпкерлеріне қызығушылық жоғары. Ой, Сим, қарашы, біздің аулада ара жүр. Бұл Сара. Осы уақытқа дейін шетелдік Дарамен дос болған жарасым енді күн сайын қазақтың Сарасымен тілдесуге асығады. 7 жастағы балақайдың құлағы естімейді, сондықтан оның тілін шығару үшін ата-анасы баланы арнайы орталыққа келді. Қазір мұнда жарасым қазақ тіліндегі арнайы мультипликациялық туынды арқылы кейіпкермен бірге тіл дамытып қана қоймайды, әлемге саяхат жасап, түрлі оқиғаларға тап болады. Қызықты тапсырмаларды бірге орындайды. Дыбыстарға қатысты Р, С, Ш секілді дыбыстарға арналған өзінің мультфильмдері бар. Ол мультфильмдерді біз балаларға дыбыстарды машықтандыру барысында қолданамыз. Ішіндегі тапсырмалар балаларға жеңіл, балаларға қызықты. Бұл мультфильмдер әзірге тек YouTube каналда бар. Алғашқыда анимациялық фильм арнайы топқа жататын балалар үшін жасалды делінгенмен кейін аудиториясы кеңейді. 1 жас пен 6 жас аралығындағы бүлдіршіндерге арналған туындың 9 сериясы дайындалды. Қайырлы таң, анашым. Мен бүгін керемет бір төс көрдім. Түсімде космоста қалықтап ұшып жүр екенмін. Ойлау қабілетін, қиялын, логикалық ойлауын дамытуға арналған. Бұның ішінде түрлі тапсырмалар беріледі. Мен 2 мультфильм дайындадым. Бұл біреу түстерді үйретуге арналған мультсериал, 4 сериядан тұрса, негізгі түстерді алдым. Ал және екінші мультсериалым бұл дыбыстарды машықтандыру мультсериалы. Сценарийді Сымбат өзі жазады, өзі монтаждайды. Әр кейіпкер арқылы баланың бойына ұлттық құндылықты сіңіруді мақсат етеді. Ал рөлдерді образға сай жеткізуге, дыбыстауға айналасындағы дос жарандары мен туыстары көмектеседі. Қазір Сымбат Қызылорда облысы туралы мультфильм дайындап жатыр. Оның басты кейіпкері өңірді аралап тарихы, табиғаты туралы қызықты мәлімет береді. Қызылордадан Ағырке Берікбекқызы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.